Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей. Қараңыздаршы, қандай күшті деймін, иә? Міне. Оң бет осындай болса, теріс беті мінекей. Мынандай. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұл узор негізі өзі 4 қатардан ғана тұрады. Тоқылуы өте оңай. Ал сонымен узорымызды бастайық. Мына жерде мен 20 көз алдым. Сосын теріс жағынан барлық көзді мен терісіне тоқып шықтым. Алып, бісміллә деп узорымыздың бірінші қатарын бастайық. Бірінші көзді іліп алдық. Енді бұл бірінші қатарда барлық көзді біз оңына тоқып шығамыз. Мінекей. Өте оңай узор. Мінекей, осыменен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда барлық көзді терісіне тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Үшінші қатарда енді қараңыздар, мына біріншісін іліп алдық қой. Енді бір жіп іліп аламыз. Иә, сөйтеміз, мына жіптің мынау арт жағынан екеуін қысқартып жібереміз. Тағы бір жіп іліп аламыз. Мынау екі жіпті екеуін бірге қысқартып жібереміз. Тағы бір жіп іліп аламыз. Мына екі жіпті қысқартып жібереміз. Мынау алдынан емес, мынау арт жағынан қысқартамыз. Көрдіңіздер ғой, қандай қызық өзі бір. Өзі сөйтеміз, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Теріс жағында шамалы көздерді кеңдей болып тоқымаса, мына бүйтіп қысқартқан кезде, көрдіңіздер ме? Шамалы қиынға түседі. Көрдіңіздер ғой. Сол үшін де сәл бостау тоқу керек. Төртінші қатар бірінші жіпті іліп алдық. Қараңыздар, бір жіп іліп аламыз. Мына теріспенен, мына іліп алған жіпті екеуін бірге қысқартып жібереміз. Бір жіп іліп алдық. Екі көзі қысқартып жібердік. Бір жіпті іліп алдық. Мына екеуін қысқартып жібердік. Көрдіңіздер ғой, осылайынан осы төртінші қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Айтқанымдай, бұл узор өзі 4 қатардан тұрады. Қысқартамыз, жіп іліп аламыз, қысқартамыз. Осыменен узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, ақ жіппенде де әдемі болады екен. Тағы бір қайталап жіберейік, әрі қарай қалай жалғастырамыз. Біріншісін іліп алдық. Енді бірінші қатарда барлық көзді біз
оңынан тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда барлық көзді біз терісінен тоқып шығамыз. Мына жаңа ескертіп айтқанымдай, мына теріс жағында шамалы кеңдеу қылып тоқымаса, қысқартқан кезде өте қиын болады. Оң бетінде. Мінекей, узорымыздың енді екінші қатарда аяқталды. Үшінші қатардан қараңыздар, жаңағыдай бір жіптеліп алдық. Көрдіңіздер ғой, мынау арт жағынан бүйтіп қысқартамыз. Сол кезде мынау айқасып келеді мына жерде. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Екеуін қысқартамыз. Бір жіптеліп алдық. Екеуін қысқартамыз. Бір жіптеліп алдық. Қысқартамыз. Осылайынан үшінші қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой, өте оп-оңай узор болды. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың үшінші қатарда аяқталды. Төртінші қатар. Мінекей, бір жіптеліп аламыз. Мынау теріспенен мына үлбаған жіпті екеуін бірге қосып, екеуін қысқартамыз. Бір жіптеліп аламыз. Мына екі жіпті, екі көзді қысқартамыз. Осылайынан осы төртінші қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Осыменен біздің узорымыздың төртінші қатарда аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, ақ жіппен тіптен де керемет болады екен. Қараңыздаршы, міне. Мен шама былай созсам, мінекей, бұл нағыз кофтаға әдемі болады екен өзі. Керемет. Мінекей. Енді ойса бәрі қарай жалғастырып кетесіздер. Жаңағыдай оң бетінде оң қылып тоқып, бірінші қатарда, екінші қатарда теріс бетінде теріс қылып тоқып, содан кейін мына бір жіптеліп алып, қысқартып, осылай ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Мінекей, көрдіңіздер ғой, мына жердің бәрі томпақ-томпақ болып әдемі болып тұр. Ал үлкендеу қылып тоққанда қандай болады екен, міне. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті әдемі, тамаша болып тұр. Керемет. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болды сіздерге. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Осымен сау саламатты болыңыздар. Жақсы.